Сәлем достар, бүгін сіздермен өте шоколадты печеньенің рецептімен бөлісемін. Бізге керек ұн, какао, сары май, жұмыртқа, қант, шоколад, тұз, сода, ваниль. Електен өткізілген ұн, какао, тұз, сода, ванильді араластырамыз. Жұмсақ сары май мен қантты 2-3 минут миксерлейміз. Жұмыртқаны қосамыз. Құрғақ ингредиенттерді қосып, толықтай араласқанша миксерлейміз. Шоколадты қосып, лопаткамен араластырамыз. Противеньге пергамент қағазын төсеп, печеньеларды орналастырамыз. Шай қасықты толтырып, бір-бірінен алшақтау етіп, қамырды саламыз. Қызып тұрған пеште 180 градуста 10-12 минут пісіреміз. Біздің өте дәмді мега шоколадты печеньеларымыз дайын болды. Шоколадты жақсы көретін адамдарға ұнайтын печенье. Сырты қытырлақ, іші жұмсақ. Егер де сіз қатты жұмсақ печеньеларды қаласаңыздар, онда аз қасықпен салған жөн. Сонда печеньеларыңыз үлкендеу және қалыңдау болады, жұп-жұмсақ болады. Лайк, подписка ұмытпаңыздар. Көп рахмет.